Қайырлы күн көрермен қауым. Қай халық ел жұрт болмасын, олардың ғасырлар бойы сұрыпталып, інжу маржандай жинақталған астарлы да асыл ұлағатты, шешендік, даналық сөздерін бары ақиқат. Тіл ой құдіретін танытатын ғибратты сөздер, өмір шындығын, халықтың тұрмыс салты мен тіршілігін, жан дүниесін, қоғамдық дамуын тайға таңба басқандай дәлде шебер, нұсқа түрде мәнді бейнелеуімен құнды десек, әр дәуір, әр кезеңнің өз шежіресін жазса керек. Көнені көзден, көңілден өткізе отырып, бүгінгі күнмен сабақтастыру, өскелең ұрпаққа тәрбие тұрғысында жеткізу, бұл жас қазақ елінің ұлттық идеологиясындағы басты қағидалардың бірі болмақ. Олай десек, қазақ тарихында небір орақ ауыз, от тілді ақын жыраулардың, шежіре шешендердің, қара қылды қақ жарған, аты аңызға айналған дана хандар мен билердің адамға түрлі ой салар тұңғиық терең мағыналы тәлімдік ұлағат сөздері қазіргі уақытта ауадай қажет ақ. Сондықтан біздер бүгіннен бастап білімдіден шыққан сөз айдары мен қазақ тарихының көгінде есімдері жұлдыздай жарқырап тұрып қалған айтулы да ардақты хандар мен билердің, ақындар мен шешендердің тәрбиелік мәні зор ұлағат сөздерін, бастан кешкен жайларын, сонымен қатар бүгінгі таңдағы үлкен ғылыми мәселелермен айналысып жүрген ғұлама ғалым ақындарымыз, жазушыларымызбен сұхбаттасуды, солар жайлы хабар беруді, осылардың барлығын сіздердің назарларыңызға жүйелі түрде ұсынуды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бет ашар хабарын халқымыздың ұлы ақыны 1995 жылы бүкіл әлем 150 жылдық тойын тойлайтын Абай Құнанбаев атамызға арнадық. Әрине, Абай өмірі, оның поэзиясы, философиясы, ғибрат аларлы қара сөздері, музыкасы, даналық тұлғасы айтылып та жазылып та жүр. Айтылады да, жазылады да, зерттеле бермек. Біздің мақсатымыз Абайдың қара сөздерін бүгінгі күн биігінен пайымдау. Ол үшін республикамызға белгілі әдебиетші ғалым, қазақ тілінің бірегей маманы, профессор Ермек Өтебаев ағамызға қолқа салып, өз ойын ортаға салуды өтіндік. Еріға Абай ақын, Абай философ, Абай дана, оның құдіреті, ұлылығы неде? Бұл Абай туралы айту оңайы Абайды бәрі біледі жұрттың. Жасынан оқиды, жасынан тыңдайды, ең болмаса Абайдың әндерін орындайды. Екінің бірінде Абай атыменен, Абай затыменен кездесіп отырады. Сосын Абай тілі өте түсінікті, қарапайым, халықтың қолдауын тапқан ақын, ұлылығы дүниеге паш болған ақын. Бұл жағынан оңай, жеңіл. Екінші жағынан Абайды айту қиын. Мынау сұраққа жауап беру мені біраз қинап тастайды. Неге дейсіздер ғой? Абай туралы ғасыр басында Әлихан Бөкейханов айтты. Абай туралы ғасыр басында Ахмет Байтұрсынов айтты. Абай турасында ғасыр басында Мағжан Жұмабаев пен Міржақып Дулатов айтты. Сұлтан Махмұд Торайғыров айтты. Жүсіпбек Аймауытов айтты. Жас Мұхтар айтты Абай туралы. Мұның бәрі кеңес үкіметіне дейін Абайдың қаншалықты даңқты болған. Қазақта ешбір ақын туралы, ешбір ғұлама, білімпаз туралы ондай қағаз бетіне түсіріп, кітап, газеттерде, журналдарда есімін соншама мол атаған адам аз екен. Сондықтан Абай бір керемет тұлға. Оның кереметтігін біздің заманымызда қазірде де білді Сәбит Мұқанов, Бейсенбай Кенжебаев, Қасым Бейсенбаев, философ, бірнеше тарихшылар, педагогтар, ұстаздар, психологтар, социологтар, бұның бәрі де Абайды жазып жүр. Ал енді Абай туралы айту үшін, жаңағы сұраққа жауап беру үшін, солардың біреуін қайталану керек. Қиындығы сонда. Тың пікір айту керек.
Абай туралы бұрын естімеген нәрсені айту керек. Ал оған кейде күш келеді, ол зерттеу керек, кейде күш келмейді, отырмағасын зерттемегесін. Ал жалпы мен Абайды орта есеппенен сол 50-55 жыл бойына білем деуге болады. Оқушы болып оқыдым, шәкірт болып оқыдым, оның бер жағында оқыдым. Ал сондықтан Абай туралы білмеймін деу маған қиын. Абайды мен білем. Оның үстіне жоғары оқу орнында, орта мектептерде Абайды оқытып жүрміз, біліп жүрміз. Енді Абайдың ұлылығы оның әлемге паш болуында. Ал сол паштықтың өзі оның ақындығымен шықты шынында да. Оның адамгершілігімен шықты, оның философ болуымен шықты. Ақын көп қой. Тек қана 19 ғасырдың өзі аты бар 60-тан астам ақын берген екен. Ал аты жоқ ақындар қанша? Кітап көрмей қалған, жиналмай қалған ақындар қанша? Тек 19 ғасырдың өзі қағаз бетіне түсірген әртүрлі жазу сызуға араласқан 40 шамалы қазақты берген екен. Ал одан тысқарылары қанша? Соның бәрінен Абайдың бізге осы ұлылығы мен асқаралы биігімен жетуі, оның ақындығында бір күш бар. Ол күш Абай алдыменен қазақ өлеңіне төңкеріс жасады. Енді Абайдың қазақ өлеңіне жасаған төңкерісі дегенде екі нәрсені ескереміз. Бірінші, өлеңнің мазмұнын байытты. Өзінен бұрынғы ақындардың осалы болған жоқ. Мысалы, Махамбет осал ақын емес, Дулат осал ақын емес, Шортанбай, Мұрат. Бұларды осал ақын деуге болмайды. Олар да мықты ақындар. Бірақ Абайдың сол өзінен бұрынғылар мен өз тұстастардан өлең мазмұнын байытқандағы мықтылығы, ол қазақ өмірінің барлық қыр-сырын толық көрсетті. Шындықты көрсетті. Оның саяси өмірінде көрсетті, шаруашылығында көрсетті, халық болып, қауым болып, қоғам болып өмір сүру жағдайында көрсетті, қазақ халқының қызметінде көрсетті, кәсібін, табысын, жақсысын, жаманын. Ал бұрынғы ақындарымыз, я болмаса қандық дәуірді айтты, я батырларды жырларды, я болмаса бір әлеуметтік ортаға түскен ауыртпалықты жырлады. Ондай Абай сияқты жан-жақты болған жоқ. Бұл мазмұн жағынан. Сосын Абай мазмұн жағынан Абайға көмектескен Абай көп оқыды, сауатты болды, олардан қарағанда орысша оқыды, қазақша оқыды, түрік, фарсы тіліндегілерді оқыды. Түркі тілдерінің көбі Абайға түсінікті болды. Міне келді де Абай өлеңінің мазмұнын байытты. Екінші, қазақ өлеңі дегенде Абайдың атқарған қызметі, төңкерісі жасаған өлеңнің түрін байытты. Түрін бұрын қазақ өлеңі өзі екі түрлі ағыммен келетін, жыр ағымы дейтұғын болатын. Енді Махамбеттер мысалы жыр ағымы, Шортанбайлар, Бұхарлар бәрі жыр ағымымен жазды. Кәдімгі 7-8 буынды әлгі кімді қыз жібекте баяғы өткен заманда діл мұсылман хаманда жағал байлы елінде базарбай атты бай өткен деп осылай басталады ғой. Міне осындай жыр ағыммен айтты. Абайды ол қанағаттандырмады. Екінші, қазақта қара өлең болды. Қара төйдің басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, қарындастан айырылған жаман екен, мөлдіреп қара көзге жас келеді. Абай бұларды пайдаланды, бірақ бұл да Абайды қанағаттандырмады. Сонда Абай не келді? Абай қазақ өлеңінде жаңа ұйқастар, жаңа шумақтар әкелді. Енді Абайдың алтаяғы дейтін ғажап нәрсе ғой. Бір-ақ рет жазды Абай. Бірақ Абайдың алтаяғын сосын Сұлтан Махмұд шығармаларының 4-тен бірінде пайдаланды. Алтаяқты дамытып жіберді. Әлі бойы былған, сөзі жылман, кімді көрсем мен сонан бетті бастым, қатты састым, тұра қаштым жалма-жан. Бұл бір. Енді Абай 8 аяқ дейтінді енгізді. Бұл дейтін тамаша саяси лирикаға келетұғын кәдімгі философиялық ой жазды. Қазақ өлеңіне төңкеріс жазды. Ұлылық деген осында. Оны Шәкәрім де оған еліктеді, Сұлтан Махмұд де еліктеді, Ахмет Байтұрсынов та еліктеді. Қазірге біздің заманымыздағы ақындардың да көбі 6 аяқ пен 8 аяқты пайдаланып жүр. Алыстан
sermeyip, yürekten termeyip, şıvırlap boyga jayılgan, qiyadan şağıp, qiyisinin tağıp, tağını jetip qayırgan, tolgağı 90 kızıl söyleyeyim desen gözün bil gajap koy. Düzütlü akın. Mene osa ululuğu menen abay akındığı men ulu boldu. Ekinci abay ululuğu onun mına oy pikirinde, danalığında. Abay'ın ululuğu danışmandığı ülkün filosof boluğu onun ideyasının, oy pikirinin öz gezinde de örnektelip, örülüp, uzarıp ösüğünde. Keyin tepti desturga aynaluğunda, abay desturu. Abayşa өлең жазу, абайша толғану, абайша ақылдылық кемеңгерлік көрсету. Сонда абай дейтініңіз әуелі өз кезінде басталған бұлақ болды. Қазір абай ол дариядан да, теңізден де үлкен мұхит. Міне ұлылық дегеніміз осы. Қазақты абайдай сынаған, абайдай ардақтаған, оның мінезін жаны шырқыратып көзіне айтқан жан жоқ. Тіпті алысқа бармай-ақ оның қара сөздерін алайық шағасы. Тұнып тұрған ақиқат шындық емес пе? Абайдың абайлығындағы үлкен ерекшелік ол өзінің заманынан 50-60 жыл жоғары тұрды. Оны түсіне алмады. Бәрі төменде жатты. Ал абайды шынында да 50-60 жылдан кейін барып түсіндік. Абай сол өткен ғасырдың аяғында оның ұлылығы бәрі жетісті ғой. Оған қазір 93 жыл. Ал біз абайды түсінгеніміз 50-60 жыл. Біз 50-ші, 60-ші жылдар түсіндік, нағыз. Біздің нағыз түсінігіміз. Сонда ол абайдың биік болғанды ғой. Абайдың дәуірі келмегендігі ғой. Абай тарихта озып туған адам ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан абай анау сол өзі шыққан биіктен төменге қарады да қазақ қоғамында риза болмады. Оның риза болмауы дұрыс еді. Иә. Ол тек қана қара сөзінде емес, өлеңдерінде де айтты. Қазақтарда аузымен орақ орған гөңкей қыртың, күндіз күлкің бұзылды түнде ұйқың, бас-басына би болған гөңкей қиқым мінекей, бұзған жоқ па елдің сыйқын дейді. Құдай-ау не деген адам. Ал енді содан қанша алыстап кеттік қазір енді. Сол қиқымдар қазірде де бар, сол ел сыйқын бұзғандар қазірде де бар. Сол қыртыңдар қазірде де бар. Енді абай бұны жаны кейінгесін айтады ғой. Айтпесе айтпаған болар еді ғой. Енді абайдың қазақ қоғамындағы өз тұсындағы ұнамайтын, жараспайтын, халыққа зияны тиетін әдет ғұрыпты сұрауы абай заманымен кереғар болды. Ол өзінің заманы тұтас қабылдаған жоқ. Өз заманнан өзі жоғары тұрды. Сондықтан заманын сынады. Мынау кейде өлеңге сыймаған ой пікірін абай қара сөздеріне әкеліп төкті. Мен мынау сіздердің назарларыңызда 8-ші сөзіне аударар едім. Осы сөз бұлай сырттай қарағанда әншейін біреуді ғана даттап, біреуді жақтап отырған сияқты адамның пікірі сияқты. Мұнда кемеңгер абай адам бойындағы жарамсыз қылықты соны қатты мінейді. Әсіресе байлықты, абай өзі бай адам ғой. Оны жасыратын жоқ, абайдың әкесі феодал, атасы феодал, бабасы феодал. Сосын азды көпті бабасы да, атасы да абайдың халыққа тырнағын батырған адамдар. Олардың 20-30-даған үстінен сотқа берген қаралмаған істер өсігінге дейін жатыр архивта. Көрдіңіз бе? Абай алдыменен сол өзінің еліндегі, өзі өскен ортадағы осы ұнамсыздықты, қазақтың ұнамсыздығын қатты сынады. Әйтпесе абай ел пысығы тобықты, ел бұзығы тобықты көп, ел пысығы тобықты көп бұзыққа молықты деп айтпайды ғой. Өзін өзі. Ешкімді де аяған жоқ. Абай әділетті адам. Міне осы абай байлыққа қарсы емес. Бірақ адалдығымен жиналған, еңбекпен тапқан байлық керек. Қазір де біз байға қарсы емес. Бай болайық. Бірақ сол байлықты еңбекпен табайық. Ал енді өсекпенен, өтірікпенен, біреуді алдап, біреуді арбап тапқан байлыққа қарсы. Сосын абай сол байлар дейді, солардың көкірегі көбінің. Халқының қамын білмейді. Құлқы құл,
іші арамза, жылмысқы дегенді айтады. Мынау мен бір кішкентайын оқып берейінші, мына ненің 8-ші сөздерін. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланы да паралап алам дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, білім ұяты, ары жақыны бәрі мал. Қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзет түрмек, ұры бөрі, қыз, суық, суғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Міне өйстіп жүргенде дейді, оның ақыл тыңдайтын бұл байлардың уақыты қалмайды дейді. Ал ондай адамдар, жаңағыдай байлық жинандар, әрине халыққа қарамайды. Міне Абай айтып отырған әлгі халықты кішкене қазаққа тигізіп отырған жері осы. Енді Абайдың 26-шы сөзі бұл қазақ басындағы күндестікті болса көре алмайтын, жоқ болса бере алмайтындықты сынайды. Күндес қатар деңгейден туады. Ірі менен кіші бірімен бірі күнdeспейді. Қатар деңгейден туады күндес. Деңгейлі екі адам, екі бағыт, міне солар күндеседі. Бірінен бірі озбақ болады, бірінен бірі тапап үстіне шықпақ болады. Ал екінші бір жағы бар, көре алмайтындық. Ол ана сенде бар, менде жоқ дейді. Ана аз жағы, енді осыны көре алмайды. Абай бұған да қатты қарады. Бұны да сынады. Абай, ал тап сол Абайдың сол кешегі айтқаны, осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын айтқан, бүгін сол күйінде тұрған сияқты болып тұрады. Мүмкін мен қателесетін шығармын. Әрине қазақ қоғамы өсті ғой, дамыды ғой, ол сол күйінде қалған жоқ. Сөйте тұрса да сондай бар. Мен мына сіздерге 26-шы сөзінен бір кішкене айтайын. Біздің қазақтың қосқан аты алтында келсе, түсірген балуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, одан артық қуанышы бар ма екен? Әй, жоқта шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өзі емес, болмаса баласы емес. Мұның бәрі қазақтан басқа жауы жоқ. Биттей нәрсені бір ызаландырса екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен. Жә болмаса ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен. Сонда біздің халқымыздың бойында мүмкін енді тап соның Абай айтқан кемшілік сол күйінде болмас қазір. Біз өзгердік қой, заман өзгерді, халық өзгерді, қоғам өзгерді, мәдениетіміз өзгерді, білігіміз өзгерді, түсінігіміз өзгерді. Сондықтан сол Абай айтқанды қазір қазаққа сол күйінде жапсырмаспыз. Бірақ оның құрамды бөлімдері, кішкене түйірлері, дәндері жоқ деп айтуға болмайды. Сонда қазақтың жауы қазақ дегенде асып бара жатырсақ, я етегінен тартамыз, я аяғынан шаламыз. Қалып бара жатса, үстін аттап өтеміз. Абай осыған қарсы. Мінекей, жалпы алғанда, бұны халқын жек көрген адам айтпайды. Мұны халқына жаны ашыған, халқын өзінен де жақсы көретін адам айтады. Абайды осылай түсіну керек. Ал айтпесе, сол күйінде қабылдайтын болсақ Абай сөздерін, онда біз Абайды дұрыс бағалай алмай қаламыз. Абай ойындағысының ең негізгі дәнін, нәрін айтты ғой. Бірақ оған түсініктеме берген жоқ қой. Комментарий жасаған жоқ қой. Мен бұны бұл себептен айтып отырмын деген жоқ. Оны түсінбейді деп айтпады. Олмаса ұрпақ келешек өзінен өзі түсінеді. Осы менің осы айтқандарым бір қадеге жарайды деген пікірде болған болу керек. Оның ұлылығының тағы бір себебі осы болса керек.
Ереға енді міне өзіңіз айтып отырсыз ғой, заман өзгерді деп. Заман өзгергенмен қазақтың бойындағы кемшілік әлі де сол белгілі бір деңгейде бәз қалпында. Сонда осындайдан енді міне сіздің сөзіңізден бір ой туындайды. Сол мінді жоятын, жалпы бір жаңағы Абай айтқан кемшілікті қалай біз соны жақсылыққа қарай жақындата аламыз, өзгерте аламыз? Осыған пікіріңізді айтыңызшы. Мұның екі жағы бар. Бұл бір медаль сияқты өңірге тағады. Bir жағында біздер үлкендер тұрмыз, медальдің. Bir жағында жастар тұр. Иә. Біз үлкендер медальдің үсті болуымыз керек сірә. Жастар өсіп жетіп біздің орнымызға жетпей атырған шығар. Сонда бұған айыпты кім әуелі? Әрине заман, қоғам. Ал шындап атын асасақ, мына біздерден де көрі жасы ұлғайын қараған адамдар. Міне олар айыпты. Ал düzemedi. Түзетуді мақсат тұтпады, мұрат тұтпады. Себебі өзінің істеп жүргенін бәрін дұрыс істеді, жаңағы Абай айтқандай. Өйткені бізді партия басқарды, кеңес үкіметі басқарды. Міне сол күйінде түсіндік. Медальдің екінші жағы бар. Оны жастар деп отырмын. Жастар өсіп жетіскен жоқ. Әлі біз үлкендер тарихтан өз еркімізбен кетпейміз, аренадан. Бізді табиғи жолмен әкету керек, өлу керек. Болмаса жастар әлде қайда қуатты болып, атадан, әкеден әлде қайда қуатты болып, бізде орынды алу керек. Ал жастар әлі ала алмай отыр. Бірақ талпыныс бар. Тағы бұлары да Абайға жүгіну керек. Абайдың лирикаларына жүгіру керек. Біз Абайға жүгіргенде Абайдың бір ауыз сөзі бар ғой. Біз тар түсінбеуіміз керек. 5 досың бар, соны білдет. 5 қасың бар, соны білдет. Біз соны жүзеге асырып жүрмек екенбіз. Алдыменен Абайдың қас дегені кім біздерге? Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ 5 дұшпанын білсеңіз. Осыдан арылмай дос таба алмаймыз. Өсек бар, өтірік бар, өсек бар, еріншек бар, мал шашпақ бар. Сонда берекеміз болмай жүрген осылардан тыйылу керек. Оны тыюымыз керек. Оны ата-аналар болып тыю керек, қоғам болып тыю керек. Керек болған жағдайда бұған мемлекеттің күшінде жұмсау керек. Абай, тағы да Абайға жүгінеміз. Ал досымыз кім дегенде? Талап, еңбек, терең ой. Қанағат, рахым ойлап қой, 5 асылсыз көнсеңіз. Ал талап азайып кетті. Еңбектенгісі келмейді жастарымыз. Еңбектену керек, іздену керек, жүру керек, терлеу керек. Терлемей мал табам дейді. Терлемей тапқан малдың тең жартысы харам. Тең жартысы адал болар. Бірақ тең жартысының дәмі аузыңа білінеді, тең жартысында дәм жоқ, су сияқты болады. Талапсыз, еңбексіз, еңбектену керек. Еңбек ету үшін жаңа талап болу керек бойында. Еңбек дегенде қай еңбекті айтамыз? Ол осынымда еңбек деп айтады. Оқуда еңбек, саудамен шұғылдану, коммерция ғой. Бұда еңбек, жер қазуда еңбек, мал қазуда еңбек. Абай айтып отырған еңбек сол еңбектің бәрінде айтады. Саудада еңбек, біз қарсы болмаймыз. Бірақ адал еңбекті айтады. Сауданы адал жүргізу керек, алдамау керек, арбамау керек. Міне осыны айтады Абай. Адал еңбек деген осы. Адал еңбек керек. Адалдығымызбен еңбектеніміз керек. Терең ой, парасат болу керек. Парасат жетпей жатыр. Терең ой жетпей жатыр, парасат. Біздің жастарымыздың аз ойлап, көп әрекет ететіні, қимылдайтыны, жүріп тұратыны. Аз біліп, көпті білемін деп өзін артық бағалайтыны. Бұл парасатсыздықтың бір түрлі. Осылардан құтылу керек. Сосын қазақ айтатын еді, ұрлық дейтін еді, ұрлықтың түбі қорлық дейтін еді. Бұрын ұрлық емес, барымта болатығын әлдегісі тартып алып кететіғын айдаладан. Болмаса ауылыңнан келіп алып кететін. Ал қазір ұрлық дейтін, жымысқы ұрлық дейтін жұрттың жүйкесін жұқартты.
Сонда осыларды абайды пайдалана отырып, абайдың мынау интернетте оқып жүр, әсемпаз болма әрнеге, ғылым таппай мақтанба, сабырсыз арсыз еріншек, тағы басқа лирикалары. Міне соларды пайдаланып, сол абай күшіменен, абайдан берінге, абай салған өнеге, үлгі, дәстүрден туған ұлағатты әңгімелер менен, жырлар менен жастарымызды түсіруге атсалысуымыз керек. Бұл жерде де абай бізге көмектеседі. Әйтпесе абай бола алмайды ғой. Әйтпесе біз абайды тап бүгінгі дәрежесінде ардақтай алмаймыз ғой. Біз әлі абайды ардақтап жеткен жоқпыз. Оның бір мәнісі бар. Қазақ неге бір адамменен тоқтайды? Неге Бұхар біреу болу керек? Неге Абылай біреу болу керек? Неге абай біреу болу керек? Орыстың Пушкинмен тең түсетін бірнеше адамы бар ғой. Толстоймен түсетін бірнеше адамы бар ғой. Петрмен түсетін тең түсе алатын бірнеше адамы бар ғой. Оларда тарихи даралар бар. Абай әзір дара келе жатыр. Дарабоз ғой енді. Дара келе жатыр. Бірақ абай даралығы ол бізді қанағаттандырмау керек. Біз міне абайдан кейінгі ұрпақ ішінде Мұхтар дейтін ғұламаны білеміз, Әуезовті. Әлкей Марғұланды білеміз. Сұлтан Махмұтты да сол топқа қарай қосып келе жатырмыз. Біздің батырларымыз шықпай жатыр. Неге? Насихаттауымыз кем. Соларды абай, мына осы бүгінгі абайды насихаттап отырғанша насихаттаса, біздің осы Ертіс өңірінен, Павлодардың өзінен тағы да сусындай тұғын, кейде абайға тыныс бере тұғын. Енді абайға аға да табуымыз керек, ағайға жаға керек. Абайға іні де табуымыз керек, абайға інісі бардың тынысы бар, тынысы да керек. Сондықтан кең көңілді болуымыз керек қой. Мына дала қандай кең, қандай дархан, қазағым сөйтуіміз керек. Абай осындай ұлылыққа шақырады. Абай ұлылығы осында, осылай десек, біз абайды сыйлаған үстіне, құрметтеген үстіне, бағалаған үстіне, бағалап, сыйлап, құрметтей берген боламыз. Әмин, айтқаныңыз келсін аға. Көп рахмет әңгімеңізге. Жақсылық болсын аға. Рахмет.